Ел есінде, ержан сенің нар толған, азамат ең айнымаған қалпыңнан. Бейбіт күнде оққа тостың кеудеңді, сарбазым-ай, сындай болып тартылған. Қайсар жігіт, түкті жүрек қаһарман, жауды көріп, қабыландай қасарған. Арлан десе, арлан еді айыбынды, жүйдік десен, шаң шықмаған шашаңнан. Жұмғады, туысқа да сыйлы едің, ағайынға бұрылатын бүйрегің. Ойда жоқта қалды сенен көз жазып, жора жолдас, бала шағаң, сүйгенің. Алталашқа әйгіленген ерлігің, тыныштықтың бұздырмадың теңдігін. Ерлігіңнен сабақ алар сақшылар, полицияға үлгі болды өрлігің. Қара бұлт, қайғының бар көз жасы, адамзаттың иман, сабыр жолдасы. Айбын атты орденімен мадақтап, ерлігіңді ескергенде елбасы. Есімде 2004 жылдарда осы Арлан арнайы мақсаттағы бөлінісіне Ержан Боранбайұлы Ахметов мерген лауазымына тағайындалып алғашқы келді. Бәріміз сол уақыттарда сол Арлан арнайы мақсаттағы бөлінісінің құрылғанының алғашқы уақыттары болатын. Ержан қалай бізде есімізде қалды, қай жағынан есімізде қалды деп айтатын болсақ, ондай бір жүрегі кең, адал азамат болатын. Біріншіден досқа адал, әріптестер арасындағы абыройлы, және ең соңғы қолындағы барымен бөлісетін сондай жанашыр азамат болатын. Одан кейін осы қызметі келу уақытында өзін жоғары кәсіби маман ретінде көрсете білді. Олай дейтініміз кез келген спорттық шара болсын, және сол жедел қызметтермен өткізілетін жедел іс-шаралар, қылмыскерлерді құрықтау болсын, қандай шара болса да Ержан бауырымыз ең алдын қатарда жүретін. Одан кейін келген қызметтерге өзінің білген түйгенін айтып, жастарды үйретуден әрдайым атсалысып отыратын. Өмірдің бір Алланың заңы бұйрығы шығар, 2013 жылдары Ержан бауырымыз қызмет атқару бабында өмірден өтті. Сол азғантай жасаған қызмет өтілі уақытысында өзін жаңағы айтып кеткенімдей өте жоғары дәрежедегі кәсіби маман ретінде көрсете білді. Қамшының, өмірдің өзі қамшының сабындай демекші, міне оған да бір талай уақыт өтіп кетіпті. Міне бүгін еске алып бәріміз Ержан туралы оймен бөлісіп отырмыз. Артында ұлы бар, жұбайы бар, осы полиция саласында қызмет етіп жатқан. Өз атымнан сол Баянға да үлкен рахметімді айтам. Ну, что сказать о Ержане? О Ержане можно говорить много. Он был большой человек большой души, человек совести. Человек остался верным себе, своей совести, своим понятиям, своим моральным принципам. Шел до конца, никогда не поступился ни словом, ни делом. Хороший человек, великий человек, батыр. Как будто только вчера все было. Время так пролетело незаметно. Вчера вот только вместе ездили, заступали, ходили на праздники, встречали. И вот все вот так вот трагически оборвалось. Ержан айтқанда биыл 10 жылдай уақыт болды, 10 жыл болды. 2013 жылы маусым айында
қарулы қылмыскердің қолынан қаза тапты. Осы 10 жыл бойы бізді әр уақытта қолдап жүрген, бізге, менің отбасыма, маған қол сүйер, арқа сүйер болып, менің осы ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен, өзімнің жаңағы достарыма, және де осы ержанды әркез еске алып, оны ұмытпай, қолдау қорғап, бізге көрсетіп жүрген, қолдау көрсетіп жүрген Арлан арнайы әскери жасағының жеке құрамына, жанымен бірге жұмыс жасаған қызметтестеріне, және де осы полиция департаментінің басшылығына, осы 10 жыл бойы бізді шынымен де қолдап келе жатыр. Және де кадр саясаты басқармасы басшылығына, және барша осы өңірдегі барша полиция департамент қызметкерлеріне үлкен алғысымды айтамын. Көзің сағыныш, сөнбейтін сезім сағыныш, бір жүрген кезім сағыныш. Сағыныш, салмайтын гүлім сағыныш, самғайтын нұрым сағыныш, мамықтай үнің сағыныш. Сағыныш, сүйем деп өткен сағыныш, жас дәурен көктем сағыныш, самсаған саңым сағыныш, аңсаған шағым сағыныш, қол жетпесін ғар сағыныш, ақ күміс таңдар сағыныш. Сағынамын сені жаным, сағыныштан жаралғансың, сәуле болып таралғансың, ақ армансың мәңгілік. Сағыныш, сыр айтқан түндер сағыныш, мұң айтқан күндер сағыныш, түн айтқан түндер сағыныш. Сағыныш, алатын демім сағыныш, таңатым менің сағыныш, қанатым менің сағыныш. Сағыныш, қылықты назым сағыныш, жайдары жазым сағыныш, көңілден көшпес сағыныш, кеуде